Көпшілігіміздің өмірімізде бір адам болса да кездескен шығар. Ол адаммен сөйлескен сайын, әңгіменің соңы міндетті түрде бір мәселеге келіп тіреледі. Жұмысы жаман, айналасындағы адамдар түсінбейді, ақша жетпейді, денсаулығы дұрыс емес, өмір әділетсіз, үкімет кінәлі, туыстары кінәлі. Бір қарағанда мұндай адам жай ғана қиын кезеңді бастан өткеріп жүргендей көрінеді. Әрине, әр адамның мұңын айтуға құқығы бар. Кейде бәрімізге ішіміздегі ауыр сезімді бөлісу қажет болады. Бұл қалыпты нәрсе. Бірақ бүгін біз уақытша қиындықты емес, өмір салтына айналған тұрақты шағымдану туралы сөйлесеміз. Өйткені екеуінің арасында үлкен айырмашылық бар. Біріншісі эмоцияны сыртқа шығару. Екіншісі әлемді тек жағымсыз көзқарас арқылы қабылдауға айналған әдет. Бір қызығы, мұндай адамдардың жанында ұзақ уақыт болғаннан кейін өзіңізді түсініксіз шаршағандай сезінуіңіз мүмкін. Тіпті физикалық жұмыс істемесеңіз де. Неге? Бұл шынымен біреу сіздің энергияңызды алып қоя ма? Әлде мұның психологиялық түсіндірмесі бар ма? Біздің миымыз айналамыздағы адамдардың көңіл күйін байқап қана қоймайды. Көп жағдайда оны бейсаналы түрде қайталай бастайды. Егер бөлмеге күлік кірген адам болса, біраздан кейін өзгелердің де көңіл күйі көтеріледі. Ал егер бір адам күні бойы ашулы, ренішті, немесе үнемі шағымданып отырса, бұл эмоцияларда айналасындағыларға әсер етеді. Бұл құбылыс психологияда эмоциялық шығу деп аталады. Яғни эмоциялар бір адамнан екінші адамға байқалмай берілуі мүмкін. Сіз оны қаламасаңыз да, тіпті үндемей отырсаңыз да. Ми айналадағы адамның дауыс ырғағын, бет әлпетін, сөздерін және эмоциясын үнемі өңдеп отырады. Сол себепті ұзақ уақыт бойы теріс эмоцияның жанында болу адамның өз жүйке жүйесіне де салмақ түсіреді. Енді үнемі шағымданатын адамдар туралы ойланып көрейік. Мұндай адамдардың өмірінде бәрі қиын сияқты көрінеді. Бастығы кінәлі, достары өзгеріп кеткен, ауа райы да дұрыс емес, экономика да жаман. Олар сөйлеген сайын жаңа мәселе табады. Ең қызығы, олардың мақсаты әрдайым шешім табу емес. Көп жағдайда олар өз сезімдерін қайта-қайта айтып, сол эмоцияны қайта бастан кешіреді. Егер сіз мұндай адамның сөзін жиі тыңдайтын болсаңыз, байқамай оның эмоциялық жүгінің бір бөлігін көтере бастайсыз. Себебі сіздің миыңыз оған жанашырлық танытады. Сіз тыңдайсыз, түсінуге тырысасыз, кеңес бересіз, жұбатасыз. Бірақ ертең сол адам дәл сол әңгімені қайта бастайды. Ештеңе өзгермейді. Бір аптадан кейін де, бір айдан кейін де. Кейбір адамдар кеңес іздемейді. Олар өз сезімдерін бөлісетін адам іздейді. Ал кейде тіпті олар өз мәселесін шешуге дайын болмайды. Бұл айырмашылықты түсіну өте маңызды. Егер адам өзгеруге дайын болмаса, сіздің барлық күшіңіз оны өзгерте алмайды. Көптеген адамдар осы жерде үлкен қателік жібереді. Олар біреудің мәселесін өз жауапкершілігіне айналдырады. Біреу көңілсіз болса, оны көтеруге міндеттімін деп ойлайды. Біреу қиналса, міндетті түрде шешім табуым керек деп сенеді. Бірақ бұл мүмкін емес. Әр адамның эмоциясы үшін ең үлкен жауапкершілік сол адамның өзінде. Сіз қолдау көрсете аласыз, тыңдай аласыз, жанашырлық таныта аласыз. Бірақ басқа адамның өмірін оның орнына сүре алмайсыз. Үнемі шағымданатын адамның жанында болған кезде, сіздің миыңыз қауіп іздеу режиміне өте бастайды. Өйткені әңгіменің мазмұны үнемі проблема, сәтсіздік туралы болады. Біздің миымыз мұндай ақпаратқа ерекше назар аударады. Бұл эволюциядан қалған қорғаныс механизмі. Ежелгі адам үшін қауіпті ерте байқау өмір сүрудің маңызды шарты болған. Сол қасиет бүгінде сақталған. Сондықтан теріс ақпарат жағымды ақпаратқа қарағанда есте ұзақ сақталады. Егер сіз бірнеше сағат бойы тек проблема туралы сөйлесетін адамның жанында болсаңыз, сіздің миыңызда әлемді қауіпті жер ретінде қабылдай бастайды. Бірте-бірте бұл сіздің көңіл күйіңізге әсер етеді. Өзіңіз де көбірек алаңдай бастайсыз, көбірек күмәнданасыз. Кейде тіпті өз өміріңіздегі жақсы нәрселерді де байқамай қаласыз. Бұл дегеніміз шағымданатын адамдармен мүлдем араласпау керек деген сөз емес. Өмірде әркімнің қиын кезеңі болады. Кез келген адамға кейде мұңын айту қажет. Бұл қалыпты жағдай. Мәселе адамның кейде шағымдануында емес. Мәселе шағымданудың оның өмір сүру тәсіліне айналуында. Егер сіз әр адамның қайғысын өз иығыңызға арта берсеңіз, бір күні өзіңізге күш қалмайды.
Сондықтан кейде ең дұрыс шешім мәселені шешуге дайын адамға қолдау көрсету. Ал өзгергісі келмейтін адамның орнына өмір сүрмеу. Өйткені шынайы көмек адамның орнына жүк көтеру емес, оған өз жүгін өзі көтеруге күш табуына мүмкіндік беру. Жанашырлық өзіңізді ұмыту емес. Тыңдау барлық мәселені шешуге міндетті болу емес. Ал өз ішкі тыныштығыңызды қорғау эгоизм емес. Бұл сіздің психологиялық денсаулығыңызға деген жауапкершілігіңіздің бір бөлігі. Келесі жолы біреумен сөйлескеннен кейін өзіңізді ерекше шаршағандай сезінсеңіз, бір сәтке тоқтап ойланып көріңіз. Сізді шынымен сол адам шаршатты ма? Әлде сіз оның барлық эмоциялық жүгін өзіңізбен бірге алып кетуге тырыстыңыз ба? Кейде осы сұрақтың жауабы ғана көптеген қарым-қатынасты басқаша көруге жеткілікті болады.